Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Java курсының келесі екінші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта бағдарлама ортасын орнатамыз. Және де сабағымыздың мақсаты бағдарлама ортасын орнату және сіздердің алғашқы Java бағдарламасын жазу. Мазмұны келесі тақырыптардан тұрады. Бағдарлама ортасын орнату, ең бірінші бағдарламамыз, яғни Hello World деп аталады, ол программасын жазу. Және де осындай видео курстарды қалай дұрыс оқу керек, сонымен танысатын боламыз. Бағдарлама ортасы ретінде біз IntelliJ IDEA-ны таңдадық. Өйткені Java-ға арналған өте көп программалар бар. Ең ыңғайлысы және де қолайлысы осы бағдарлама деп таңдалды. Ол үшін мына сілтеме арқылы өтесіздер. Мұнда жазылған. Ол сілтеме сіздерді мұндай сайтқа алып келеді. Мұнда алғашқыда өздеріңіздің ноутбуктарыңыз, яғни компьютерлердің системасы берілген болатын. Сол система байланысты таңдау жасайсыздар. Және де екі таңдау берілген, Ultimate деген бар, немесе Community Edition дегені бар. Екеуінің айырмашылығы, Ultimate дегенде көбірек мүмкіншіліктер бар. Мына жақта оқып шықсаңыздар, және де бұл ақылы түрде беріледі. Бастапқыда 30 күн ғана тегін беріледі. Бізге ондай күрделі жүйе қажеті жоқ. Сол үшін біз Community Edition дегенді тегін версиясын өзімізге жүктеп алсақ болады. Сол үшін мұнда скачать деген кнопканы бассаңыздар, ол сіздерге программаны жүктеп береді. Алдын ала мынандай лекцияны жасалды. Лекция жасалған кезде мына жақта қадам-қадам жасалатын болды. Бұл файлмен де сіздермен бөлісетін боламыз. Community Edition деген түрін таңдағаннан кейін сіздерде файл жүктеледі. Файл мынандай intel.exe деген файл болады. Егер Windows платформасы жасайтын болсаңыздар, файл жүктеліп болғаннан кейін, осындай файл жүктеліп болғаннан кейін, оны екі рет басу арқылы келесі осындай бет ашылатын болады. Бұл бетте IntelliJ IDEA дегеніміз не үшін керек деген түсіндірме жұмысы болады. Сіздің бағдарламау, яғни ноутбуктарыңыздың системасы бойынша егер қазақ тіліне тұрса қазақша шығады, орыс тіліне тұрса орысша шығады. Менде ағылшынша болғаннан кейін ағылшынша шығып тұр. Келесі next немесе далее деген кнопкалар шығады, немесе келесі деген кнопкалар шығады. Соны басамыз. Келесі қадамда орнататын орны таңдалады, яғни қай жерге орнату керек болады. Кейбір жағдайларда орнын өзгерту қажет болады. Мүмкін орнататын жеріңіздің память жетпеуі мүмкін, немесе басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Және де егер сізде қолданушы аты қазақша немесе орысша әріппен жазылатын болса, кейде сол кезде қателер шығады. Сол кезде басқа орынға орнатасыздар. Немесе ондай қателер болмаса, алғашқыда берілген жолды өзгертпей, next деп, келесі деп батырмасын басасыздар. Одан кейін сіздерге мынандай таңдаулар беріледі. Яғни ноутбугыңыздың системасы 32 немесе 64 болса, сол екен біреу таңдайсыздар. Және де пәз дегенді өзгерт деп басасыздар. Негізі таңдамасаңыздар да ол өздері түсінеді да. Егер білмесеңіздер қай система екенін, және келесі батырмасын басасыздар. Батырмасын басқаннан кейін бағдарлама атын өзгертуге мүмкіншілік береді. Егер де сіз түсінікті болсын деп атын өзгерткіңіз келмесе, немесе JetBrains қасына Java деп жазып қойғыларыңыз келсе, есте сақтау үшін өзгертсеңіздер болады. Немесе өзгеріссіз қалдырып install деген, яғни орнату немесе установить деп басып, келесі батырманы бассаңыздар, олар сізде орнатуды жасайды. Және де мұнда 100% толғаны күтесіздер. Соңында ең соңғы мұндай бет ашылады да, орнату аяқталды. Біз программаны перезагрузка жасауымыз керек деп сұрайды. Окейде finish немесе бітіру кнопкасын бассаңыздар, программамыз орнатылады. Бұл Windows бағдарламасы үшін болған нұсқаулық. Келесі нұсқаулық, егер сіздерде macOS системасы немесе MacBook компьютерлері болса, жүктеп алған кезде мынандай DMG деген файл жүктеледі. Осы файлдың үстіне екі рет басатын болсаңыздар, мынандай орнату беті ашылатын болады. Орнату үшін мұна файлды ұстап, мұна applicationге әкеліп жіберсеңіздер болды. Осында өзі орнату жүргізеді. Орнатып болғаннан кейін біз бағдарламамыз перезагрузкадан кейін ашып көрсек, осындай мен ашылу керек болады. New Project деп басып, біздің алғашқы проектіміздің атын жазсақ болады. Алғашқы проект ретінде қандай атауды қолданайық? Тест деген атауды қолданайық әзірше.
Мұнда бағдарлама тіліне Java'ны қолданып бассаңыздар, басқа ештеңе нәрсе өзгертудің қажеті жоқ болады. Кейде JDK деген таба алмауы мүмкін. Ол кезде мына жерге таңдау болмаса, download деп JDK бассаңыздар, ол өзі скачать етіп, жүктеп, мына жерге өздері қойып береді. Және create деп кнопканы бассаңыздар, осындай бағдарлама проект ашылады. Проекттің енді дұрыс істеп тұрғанын тексеру үшін source деген файлға барып, new деген менюді таңдап, Java класс деген таңдайсыздар. Осы жерде main деп басып, enter бассаңыздар, мынандай бағдарлама пайда болады. Біздің бағдарлама ортасы дұрыс орнатылды деген сөз. Static void main дейміз, string args system out int ln hello world. Яғни кез келген IT сабақтарды бастаған кезде дәстүр ретінде hello world деген сөзбен бастайды. Енді оған бекітілмеген дәстүр ретінде санасаңыздар болады. Алғашқы бағдарламамызды жаздық. Және де мұнда қарайтын бір мәселелер кластың аты және де мұндағы файл main.java деген файлдың аты бірдей болу керек. Міндетті түрде. Егер мұнда басқаша жазатын болсақ, оны өзі қате деп шығарады. Асты қызыл деген сөз, қате деген сөз. Өзгертеміз. Мұндағы public static деген кезде басқа да әріпті жазып, немесе өшіріп толық жазбасақ, бұл да бізге қатені көрсетеді. Мұнда да толық жазу керек. Әзірше сіздерге тек қана мынаның үшін ғана өзгеше қылып жаза аласыздар. Қалған барлығын тура осылай жазу керек болады. Енді нәтижесін қалай көреміз? Нәтижесін көру үшін мұнда бізде жасыл кнопка болады. Осы кнопканың үстіне бір рет бассақ, компиляция, яғни тексеру процесі басталады да. Соңында мына астында run деген меню арқылы hello world деген біздің бағдарлама нәтиже шығады. Нәтиже бойынша біз не істедік? Система out.println'ға мұндағы жазылған сөзді жазып шығар дедік. Енді hello Java деп өзгертейік. Бұл менің бірінші сабағым деп өзгертейік та. Өзгерткен соң тағы да бір рет run деген кнопканы басамыз. Ол кезде бізде өзгеріс болып hello Java деп басқа мағына шығады. Алғашқы бағдарламаларымыз осы. Кейбір уақытта біз курстарды оқимыз, бірақ нәтижесін соңында түсінбей қаламыз, есімізде болмайды, немесе ойдағыдай білім жинамаймыз да. Ол жер тек қана видео курстарды просто сериал ретінде, видео ретінде көрмеу керек, белгілі бір әрекеттер жасау керек. Олар сабақтың видеосын бір көріп шығу, бастапқыда жай ғана көріп шығасыздар, 15 минут болсын, 30 минут болсын. Келесі қадамда ол видеоны көру барысында қайталап көресіздер де конспект ретінде жазасыздар. Конспект деген яғни қолыңызға қалам алып дәптерге жазасыздар. Не үшін керек ол? Адам видео көріп отқан кезде кейде біздің концентрациямыз басқа жақта болуы мүмкін. Нәрсені ойлап отыруымыз мүмкін да. Видеода болып отқан нәрседен ауытқуымыз мүмкін. Сол үшін конспект жазу үшін мен видеоны көріп отырмын деген кезде сіз конспект үшін әр нәрсені бүйтіп детально қарау керексіздер ғой. Сол үшін конспект жазған кезде есте сақтау оңайырақ болады және көбірек сақталады мақсатында. Одан кейін IT сабақтары болатын болса, оның міндетті түрде практикасын жасау керек. Яғни автордың артынан көшіріп жазу керек. Біздің сабақтарда бағана жазған кодты артынан қайталап, тура солай көшіріп жазуымыз керек. Автор ол жақта код жазады ма, немесе басқа нәрсе жазады ма, оны білу үшін алдын ала не істейсіздер? Сабақтың видеосын бір көріп шығасыздар. Одан кейін конспект жазғанда тәжірибе уақыты деп жазып, оны енді кодты дәптерге жазудың қажеті жоқ, компьютерге жазу керек болады да. Кодты жаттауға қажет жоқ. Ол жазу тәжірибе арқылы өзі жатталады. Келесі қадам, жарайды, автордың атынан кодты жаздық. Тура авторда мұғалімде қалай шықты, сізде де тура солай шықты. Бірақ та сіз авторда мысалы делік, мұнда ол hello world деп жазды, яғни текст жазған кезде екі жағынан да мынандай тырнақша болу керек деп түсіндік қой. А егер тырнақша қоймасақ не болады деп өзіміз өшіріп көреміз. Қате екен. Яғни біз түсінеміз, тырнақша ашылған кезде міндетті түрде жабылу керек. Келесі сұрақ, тырнақша неге бұл жерде жабылады, неге мына жерде жабылмайды? Қате болмайды екен. Одан кейін мына жерде точка үтір қойылған екен. Неге осыны қойған, неге алып тастасақ қалай болады?
қате екен, яғни ол міндетті түрде жазылу керек. Яғни осындай сұрақтар сұрау арқылы біздің кейбір дұрыс түсінгенімізді тексеру немесе мысалы сұрақ сұрау арқылы тағы да қосымша түсінуге көмектеседі. Мысалы мұндағы фигуроскопқа ашылған, оны ашпайтын болса қате болады екен. Значит, міндетті түрде ашылған нәрсе мына жақта жабылу керек екен. Мұнда ашылған нәрсе міндетті түрде мұнда жабылу керек екен. Осылай видео курстарды толығымен көріп шығып, соңғы қадам айтып кетейін. Соңғы қадамда сіздерге тәжірибе жұмысы, яғни өзіңді сынау жұмысы берілсе, соны міндетті түрде орындау. Ол жетпесе, қосымша тағы бір жерін іздеп, оны да орындау. Бір қарасақ, 15-20 минуттық видео болуы мүмкін. Бірақ оны біз 10 минут, 20 минутте өтіп кетіп, келесі сабаққа өтіп, уақытымызды экономдаймыз деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ та сіз 20 минутты 1 сағат, 2 сағат тәжірибе жасау арқылы толығымен түсініп алсаңыздар, келесі жолы видео қайтып келмейсіздер, және де түсінігіңіз оңай болады да, дұрыс болады. Кейін курс біткеннен кейін ойдағы нәтиже алынады. Ал егер де ол видео курсты конспектсіз көріп кетсеңіз, өтем, соңында нәтиже болады деп үміттенсеңіздер, ол кезде қиындау болады. Ол кезде сіз 2-3 түрлі курстарды алып, оның барлығын көріп, уақытыңыз бос ысырап болуы мүмкін. Соңында өзіңізге деген сенімділік жоғалтуыңыз мүмкін. Мен түсінбей жатырмын, мен білмей жатырмын деп. Java деген нәрсе қатты қиын нәрсе емес, жай ғана көп тәжірибе керек, көбірек зерттеу керек. Және де бұл сабақтардан бөлек басқа ресурстарды оқуға үйренсеңіздер. Мұнда әр презентациядан кейін ағылшынша және орысша ресурстарға бөлісетін боламыз. Өкінішке орай қазіргі таңда қазақша ресурстар болмай тұр. Бірақ осындай курстарды оқу барысында, жасау барысында Java тілін меңгеріп, өзінің біліммен бөлісетін адамдар көбейген кезде ондай ресурстар жасаймыз деген үміттеміз. Сонымен бүгін біздің теория сабағымыз аяқталды. Енді тәжірибе сабақ қалай болады, сонымен таныстырып өтейін сіздерді. Тәжірибе сабаққа сіздермен мынандай 2 файлмен бөлісетін боламыз. Бірінші файлға кірген кезде тәжірибе жүйесінде не жасау керегін алғашқы көшіріп жазу және тексеру тапсырмалары беріледі. Оны қалай жасаймыз? Бұлай бір бетке бағдарламалау ортасы IntelliJ IDE-ні қоямыз. Екінші бетке осы файлымызды ашып қоямыз да, қарап отырып, әр кодты көшіріп жазуға тырысамыз. Яғни бізге кодты жаттаудың қажеті жоқ, бірақ практика арқылы біз жазып қолымызды өзімізді үйретеміз. Ал task 1 дейді. Task 1-ге барамыз, проектке source src деген файлға барамыз да, мышканы оң жағын басып, жаңа Java класс дейміз да, классымыздың атын қалай жазамыз? Task 1 деп жазсаңыздар болады, немесе мына жақта myClass деп жазсаңыздар болады. Біз task 1 деп жазайық. Және де қарап тұрсаңыздар, бір проектте біз уже main.java дейтін файл ашып қойдық. Біз тағы да main деген файл аша алмаймыз, өйткені дубликат болады. Файлдың аты да біреу ғана болу керек. Сосын task 1 деп бассаңыздар, осындай файл ашылады. Ары қарай не жазу керек екен? Public static void main. Барлығын қолмен жазамыз. Public static void main. Бұл арқылы сіздер тек қана код емес, тез жазуды да үйренесіздер. Және де мына сөздер де жаймен жатталады. Және не дейді? System out println жазып шығыңдар дейді. Жарайды, system out println. This is output дейді. Жаздық. Келесі system out println my name is Ansar. Бұл жерде әр жол біткеннен кейін мынандай точка үтір қойылу керек. Бұл осы жолды бітті деген сөз. Ал мына функция класс немесе функцияда мынандай фигуроскоп ашылып жабылады, мұнда ашылып жабылады. Келесі system out println my surname is Kenjebek. Бір адам жайлы информация жазылып жатыр. Осы жерде біз тексеріп көрейік деп run деген кнопканы басамыз да, астында процесті көріп отырып, мұндағы результатты көреміз. Результат дұрыс, нәтиже дұрыс шыққан, ешқандай қате жоқ, яғни біз дұрыс жазып жатырмыз деген сөз. Осылай task 1-ді жасады, task 2-де тағы жаса дейді.
міндетті түрде әрқайсы бәріне бірдей болғанымен, ішіндегі данныйлар барлығы бірдей болғанымен, міндетті түрде барлығын жазуымыз керек. Қолымызды өзіміз үйретеміз. New дейміз, Java класс task 2 дейміз, екіншісінен бастаймыз. Мұнда да барамызда public static void main string осындай қателер алғашқында болады. Кейін жазу барысында үйреніп жатталады. System out println task 2'de не сұрап тұр? Қайтадан this is output дейді. Және my name is Кенжебек дейді. Аларда осылай жазайық та. My name is немесе өздеріңіз аттарын жазсаңыздар болады. Мысалы менікі Бақытжан. Деген алып мұнда қояйын. Surname деген ол ат жөнін сұрап тұр. Мықтыбаев деймін. Және мұнда басқа өзгешелік System out println деген жай ғана бір функция бар екен, ішінде ештеңе жазылмаған. Ол не екен? Тексеріп көрейік. Және тағы мұнда қоямыз да, тағы біреуін қоямыз. First Java program дейді. Тексеріп көрдік, енді бір запуск жасап тексеріп көрейік. Мұнда қарасаңыздар, мұна 3 сөз шықты. Одан кейін бір мұндай пустота пайда болды мұна жерде. Ол мұнау System out println деген сөз, яғни пустота пайда болды деген сөз. Одан кейін first program деген шықты. Println деген пустотаға жауап береді. Жарайды. Яғни біреу емес, екеу қойсақ, екі арасында пробел, бос жол шығу керек екен, логика бойынша. Жарайды, тексеріп көрейік. Мына екі бос жол шықты. Яғни результаттардың арасын алшақтату үшін System out println деп жай тастап кетсеңіздер болады екен. Мұнан println'дердің арасында қанша мынандай бос жол қалдырғанмен де ол результатқа әсер етпейді, тек қана функция жазылу керек. Мына 4-еуін жаздым, 4 бос жол шықты. Task 2'де осыны бізге түсіндіргісі келді. Task 3'те тек қана сөздер емес, сан, басқа да типтарды осылай жазуға болады екен. Мына жерге 1 деп жазсақ болады. Яғни мынау тырнақшаның ішінде тұрған ол бізде сөз болып есептеледі, немесе сөйлем болып есептеледі. Сөз ретінде жай ғана Мықтыбаев деп қалдырып кетуге болады, немесе сөйлем жазуға болады. Ал 1 дегенді біз ол сан ғой, санды тырнақшасыз жазуға да болады екен. 123 деп. Тексеріп көрейік 123-ті. Шықты. 123 деген сан шықты жауабында. Және мұнда false, 1-2 деген сандарды жазуға болады екен. Келесінде System out println ішіне тек қана сан немесе сөз емес, математикалық операцияларды орындауға болады екен. Көрейік. 1 қосу 5 дейді. Запуск жасап көреміз. Бізде 1 қосу 5 деген сөз шыға ма, немесе 6 деген шыға ма? 6 деген шығады екен. Яғни 1-ге 5 қосып, соның жауабын шығарып береді. Мұндағы формулаларды өздеріңіз жазып, жауабы қандай шығатынын тексеріп көрсеңіздер. Келесі, мысалы делік біздің әрқайсысын бөлек-бөлек жолға салдық. Егер де осының барын бір жолға жазсақ қалай болады екен? Мұнаның жауабын жаттап алайық. Тура осылай. Мен барлығын бір жолға жаздым да бұлай. Тексеріп көрейік қалай болады екен. Тура сондай нәтиже шығады. Яғни мұндағы бір жолға жаздым, әртүрлі жолға жаздым, өзгеріс бермейді екен. Тек қана println деген сөзбен келесі жолға түседі екен. Осылай жазған бізге кішкене көзге ыңғайлы болады. Task 5-те осыны түсіндірді. Task 6-да енді println бар, және print деген сөз бар екен. Мұнда жауабы есімізде. Println деп көрейік. Қалай өзгереді екен? Ран басып тексеріп көрейік. Мұны println деген сөз, this is output деген бірінші шықты. Одан кейін келесі жолға түсті да, my name is Бақытжан, my surname is Мықтыбаев деген барлығы бір линияға жазылды. Яғни ln деген функцияның аты өзінен кейін келесі жолды шығар деген сөз екен. Сондай ма? Яғни біз қазір my surname is Мықтыбаевтан кейін ln-ді қойсақ, 1 қосу 5, 6 келесі жолға шығу керек қой. Логика бойынша, түсінгеніміз бойынша. Тексеріп көрейік. 6 келесі жолға шықты.
Біз дұрыс түсініппіз. ln деген өзінен кейін келесі жолға шығарады. Print деген өзінен кейін келесі жолға шығармайды. Сол жолдан мына екеуі осылай былай жалғасып кете береді. Осылай өзгеріс жасау арқылы қосымша түсінуге тырысамыз. 6-шы тастты жаздық. Және енді тәжірибеде бізде екі түрлі есептер беріледі. Ол біріншісі көшіріп жазу, өздерің көргендей. Келесі есептер кодты көшіріп жазбайды. Өзі біз түсіндік қой, print ln не, print не екен. Келесінде есепті жазбаша түрінде беріледі. Жазбаша түрінде берілген есепті біз түсінуге тырысуымыз керек, және соның кодын жазуға тырысуымыз керек. 7-ші таст не дейді? Келесі жолдарды басып шығару үшін Java бағдарламасын жазыңыз. Біз my name is Бақытжан деген сөзді басып шығару үшін system.println деп жаздық. Яғни мына сөздерді басып шығару үшін не істеу керек екен? System.println ішіне жазып шығу керек екен. Жазайық. Мынаны көшірейік та. Мұнда әкеп қояйық. Мен видео сабақты уақытын қысқарту үшін тез-тез жазып жатырмын. Және де бұлай көшіріп жатырмын. Сіздер қолдарыңызбен жазсаңыздар, жаттауға сәуетті басып. Java тілін оңай дейді. Нәтижесін тексеру кнопкасын басамыз. Пайдаланушы деген келесі жолға шықты. Мынаны жаздық. Келесін осында жазамыз. Барлығын осылай жазып кете береміз. Келесі есептердің берілгеннен бір оқып шығып, жай ғана түсіндіріп шығайын. Түсіндіріп шыққаннан кейін оның жазу жолын алғашқыда жазбай, түсіндіріп шыққаннан кейін сіздер пауза қойып, осы видеоны өздеріңіз қолмен жазып көрсеңіздер, паузадан кейін мен қалай дұрыс жауап болу керек екенін оны да жазып түсіндіремін, және сіз жазғанмен мен жазғанды тексеріп дұрыс жазған тексеріп көрсеңіздер. Яғни өзіңізден жасап көрсеңіздер. Қазірге дейін сіз тек қана қайталап отырдыңыз. Ары қарай өзіңіз жасап отырсыңыз керек. 8 дейді. Презентация Java тарихын көшіріп алып, әр жолда болатын бағдарламаны жазыңыз. Презентацияда Java тарихына жауап беретін, ол бірінші презентацияда болған, бірінші презентацияны ашып, ондағы Java тарихын көшіріп жазуымыз керек. Әр жолда болу керек. Яғни әр жол, әр сөз, сөйлем бөлік-бөлік жолда болу керек. Келесі тапсырма ол 9-шы тапсырма. Өзіңіз туралы ақпаратты шығаратын программа жазыңыз. Мұнда барамызда менің атым мені жөнім Баев деп. Өзіңіз жайлы ақпарат жазасыздар. Және жазылып болғаннан кейін 9 тасты сіздер бөлек-бөлек тасқа жазғаннан кейін бұлай өшірмей бөлек файлдар ашсаңыздар жауабы шықты. 10 мен 11-ші тапсырма қалай екен? Мынандай тізбектел жасалған task 10 деп тапсырайық. Тізбектел жұлдыз шалды. Жұлдыз шалды. Көшіріп қайтып. Енді нәтижесін көру үшін басып тексеріп көрейін. Жұлдыз шаларымыз нәтижеге ие болды. 11-ші task. Task 11-де не дейді? Енді жұлдыз шаларымыз шырша тәрізді көріну керек. Мұнда 3 бұрыш тәрізді болды, енді шырша тәрізді. Қарайды, оны қалай жасаймыз? Сіздер осыға дейін өздеріңіз жасап қойды деген үміттемін. Енді қалай дұрыс жазу керек, немесе сіздерде дұрыс шықты
оны тексересіздер, немесе сіздерде дұрыс шықты қалай жасау керек екенін көрсеңіздер болады. Мен шыршаны керісінше көшіріп қояйын. Жай ғана мұнда бір шырша, екеу екені көрініп тұр ғой. Мұның соңында болу керек, біреу болу керек. Мынандай қойып тексеріп көрейік. Басып, бізде шырша емес, бізде үш бұрышты шықты. Демек, мына шыршаның алдында мына жерде пробелдар болу керек. Бір пробел. Ең бірінші көп пробел болады. Жауабын жатып тексеріп көрдік. Мына тура шырша сияқты әдемі шықты. Мен бітті. Яғни бұл тәжірибенің системасы бойынша сіз алғашында көшіріп жазып, кодтың қалай жазу керек екенін үйрендіңіз. Келесінде берілген есепте нені сұрап тұрғанын түсінесіз, одан кейін соған байланысты есепті шығарасыз. Түсінікті ғой. Және де есептің дұрыс емес екенін видеода әр жерде ал делік сізде 10 есеп дұрыс емес шықты, сіз 9, 11 бәрі шықты да. Тура 10-ды табу үшін видеоны қайта-қайта көріп, іздеп жүріп ұзақ уақыт алуы мүмкін. Сол үшін әр сабақтың қасына мынандай келесі файл беріледі, тәжірибе дұрыс жауаптар деген. Осыны ашып көрсеңіздер, астыңғы жерде тәжірибенің дұрыс қалай жазу керек кодымен берілген болатын. Осыны видеосыз ашып көрсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ, екінші сабағымыз осымен аяқталды. Келесі үшінші сабақты сіздермен жолыққанша назарларыңызға рахмет.